біздің медицина қызметкерлердің жұмыстағы жасалынған қосымша әлеуметтік жағынан профессиональное страхование дейміз ғой енді да, кәсіби жағынан жіберілген қосымша қателіктер болып жатса, бірақ олар қылмыстық жүйеге жатпайтын қателіктер болып жатса, сол жағынан медицина қызметкерлерді сақтандыру мәселесі осы заң қарастыруда. Бұл жерде, яғни жұмыс берушілер өзінің медициналық қызметкерлеріне барлығына жарнапұлдарды төлеу мәселесі осы заң аясында қарастырылған. Және де бұл барлық медицина қызметкерлерге жатады. Осындай арыз шағымдар түскен жағдайда, және де мүгедектікке алып келген жағдай болатын болса, ол дәлелденген жағдай болатын болса, немесе өлімге, өкінішке орай алып келген жағдайлар болатын болса, ол кезде мына сараптама комиссиясы тиісті жұмыстарды атқарады. Ол дәлелденген болатын болса, тек қана содан кейін зардап шеккен азаматқа немесе оның туысқандарына заңмен белгіленген мөлшерде қаражат төлену мәселесі қарастырылған.